Сәлем достар, привет, друзья, мерхаба arkadaşlar. Сіздерге Түркия елінде қысқа жасыл зәйтүндерді қалай тұздау керектігін көрсетемін. Екі жолы бар. Біріншісі кесу әдісі, екіншісі балғамен ұру. Зәйтүндерді өңдеудің оңай жолы зәйтүн кесетін машинаның көмегімен зәйтүндерді кесу. Бұл тәсілде көп уақыт пен күш кетпейді. Кесілген зәйтүндерді қарармау үшін дереу суға салу керек. 15 немесе 20 күн 2 күн сайын зәйтүндердің суын ауыстырамыз. Зәйтүннің ащысын кетіру үшін. Ол үшін крандағы суды пайдалануға болады. Ащысы кеткен соң сіз зәйтүнді тұздай аласыз. Ол үшін жасыл зәйтүндерді стерилденген банкаларға саламыз. Барлық банкалар толтырылған кезде біз жасыл зәйтүндерді тұздауға кірісеміз. Алдымен лимонды жұқалап тұраңыз. Мен 2 лимон қолдандым. Мен үлкен банкаға 150 грамм тас тұзын қостым. Ал литрлік банкаларға 1 ас қасық тас тұзы кетті. Содан кейін 1 шай қасық лимон қышқылын қосамыз. Менің каналыма лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыздар. Алда көп қызықты видеолар түсіремін. Жіберіп алмаңыздар, достар. Үстіне туралған лимонды саламыз. Кейін қайнатылған, салқындатылған сумен толтырамыз. Үстіндегі зәйтүндер қарармауы үшін үлкен банканың үстіне дөңгелек пластик қоямын. Қақпақтарын мықтап жабыңыз. Зәйтүндерді қараңғы және салқын жерде сақтау керек. 15 күннен кейін дәмін татуға болады.
еш жерден суы ағып кетпесін деп және тұзы аздап ерісін деп банкаларды аздап осылай домалатамын. Şimdi кім yapıyorsa қолай келсін. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл жерде қызым көмектесіп тұрмаған. Менің бейнемді көргеніңіз үшін рахмет. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Hoşça kal. Пока-пока, друзья.